Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге осы поезд әдісін көрсеткім келіп отыр. Білемін, барлығына белгілі, дегенмен қолданбай жүрген әріптестер болса, міне осылай мен шығарып алдым. Және мына жерлерге мен сөздер жазатын боламын. Мына жерге өте жақсы, орташа, мүлдем түсініксіз деп. Одан кейін артына былай дайындап қойдым қалташалар. Осының ішіне оқушылар өздерінің стикерлерін салады. Стикер немесе смайлик дайындап қоям. Мына жерін тесіп арнайы. Осы жерге оқушылар өздерінің жаңағы смайликтерін салатын болады. Бұны әлі неге тақтаға ілген жоқпын. Ал смайликтерді мен әдемі етіп, ламинаттап, содан кейін барлық сыныпқа таратып беретін боламын. Одан кейін TikTok деп аталатын әдісті қолдандым оқушыларға. Осылай шығарып алдым. Үлкен етіп тақтаға жабыстырып қоюға болады. Үлкен болып тұрады осылай. Жанына мына әр бөлікті қиып, артына қалташа дайындап қоямыз. Содан кейін оқушылар өздерінің пікірлерін барлығын осы жерге салатын болады. Мысалы, мынау маған барлығы түсінікті. Мен өз ойыммен, достарыммен бөлісемін. Сұрақ жоқ деген сияқты. Ал мұнда сабақтың қалай өткені, түсініксіз тұстары мындай болды деп осы жерге жазуға болады. Ал мынау лайк. Лайк, біздің лайк. Бұл сабақта барлығы түсінікті, өте керемет болды деп жасауына, жабыстыруына болады. Содан кейін оны мына қалташаларға салады, өздерінің қалташасына. Мысалы, жүректі барлығы түсінікті десем, мына қалташаға арнайы мына жерден бөліп дайындап қоям, осы жерге салатын болады. Пікірлерді мына қалташаға салады. Ал мына достарыммен бөлісемін дегенді осы жерге салатын болады. Міне осылай қолдануға болады. TikTok әдісі деп. Бір сарында өткеннен гөрі осылай арасында түрлі бағалауларда қолдануға болады. Одан кейін мынау жаңағы шаттық шеңберінде немесе психологиялық ахуал кезінде, осыны ұйымдастырушылық кезінде қолдануға болады. Мысалы, шаттық шеңберде тұрып, оқушылар осы белгіні таңдаса, бір-бірімен қол ұрып амандасады. Келесі оқушыға жүректі таңдаса, құшақтайды, ал биді таңдаса, бір әуенге билейді. Арнайы бір әуен қосылып тұрады ғой. Немесе мына жүрекшенің орнына, мысалы, әдемі тілек айтуға болады. Мен бұны сабақ басталар кезде психологиялық ахуал ретінде қолданамын. Яғни, әр оқушыға осы жерден бір жаңағы суретті таңдауын өтінемін. Сол таңдаған сурет бойынша қимыл жасаймыз. Нейрожаттығу әдістері міне. Бұл да сергіту сәтінде, сергіту мақсатында осыны қолданамыз. Осылай іліп дайындап қойғам, оқушылар келіп өздері ойнай алады. Міне осындай әдістермен сіздермен бөлісіп отырмын.